заңсыз жиналысты өткізудің тәртібі бұзылды. Өздеріңіз білесіздер, бейбіт жиналыстарды өткізу туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес бұндай жиналыстарды өткізу бұл хабарландыру арқылы өткізіледі. Хабарландыру дегеніміз ол ішкі жергілікті атқарушы органдарына тиісті белгіленген жерде 5 күн бұрын алдын ала хабарлама беру қажет. Бірақ бұндай хабарлама бұл компания жұмысшылары тарапынан жолданбаған болады. Сол себепті прокуратура органдары жергілікті атқарушы органдармен әкімшілікпен бірге бұл жұмысшыларға осы заңның талаптарының сақталуын бірнеше мәрте түсіндірдік, тиісті хабарлама беруді сұрадық, және оны сақтамаған жағдайда заңсыз осы ереуіл заңсыз жиналыс өткізіліп жатқан жерде босатуды біз ұсынған болатынбыз. Дегенмен де бұл заң талаптарын түсіндіру және ұсынуы сақталмай, одан әрі заңсыз жиналыс жалғастырыла берілді осы жұмысшылар тарапынан. Осы себепті қоғамдық тәртіпті сақтау мақсатында, әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында ішкі істер органдары барлық осы заңсыз жиналысқа қатысушыларды ішкі істер органдарына жеткізген болады. Оның нәтижесімен тиісті профилактикалық жұмыс жүргізілді. Барлық жұмысшылар қазіргі таңда қайтарылды. Өздерінің елдеріне, бірақ ішінде айрықша белсенділік көрсеткен 5 азаматқа қатысты тиісті әкімшілік іс қозғалып, олар сотта қаралып, оларға ескерту тәртібінде шара көрсетілді. Дегенмен оларды үйлеріне қайтарылды.